Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Жедел хабар видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать системелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Жамбылдық құтқарушы боранда бірнеше шақырымды еңсеріп, адамдарды эвакуациялады. Жуалы ауданындағы Момышұлы, Қошқарата, сонымен қоса автожолының Жамбыл учаскесінде 3 трактор қар құршауында қалып қойғандықтан құтқарушылардың көмегіне жүгінген. Көмек көрсету мақсатында ТЖМ құтқарушылары трекол жол таралмайтын көлікпен шақыруын орнынан шыққан. Қолайсыз ауа райы салдарынан қар астында көміліп қалған автокөлік жолдан құтқарушылардың көлігінің кідіріссіз жүру мақсатында бір құтқарушы көліктің алдында жаяу жүріп отыра жіберген. Бет қарамас борандыға қарамастан олар шақырту орнына жетіп, тракторларды қалған 6 адамды Қолтоған ауылына эвакуациялады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, саламат болыңыз.